қателіктердің бірі ол кірісіңізді білу, айлығыңызды білу, қанша айлық табатыныңызды білу. Екінші, мысалға, мүмкін сіз белгілі бір отбасының жауапкершілігін сол кісіге артқан болуыңыз мүмкін деген секілді ғой. Бұл жерде де әйел адам кейде осындай бір мәселелерді наразылықтан айтуы мүмкін, көңілі толмағаннан. Яғни моральдық мәселелерге көңілі толмағаннан осындай бір мәселелерді алға шығаруы мүмкін да. Яғни тікелей айта алмайды, сол үшін басқа бір мәселелерді айтуы мүмкін. Енді бұл жерде әр жағын көре алу маңызды деп ойлаймын да ер адамға. Әр жағын тыңдай алу, әр жағын көру. Не үшін айтып тұр ол маған? Шын мәнінде ақша таппаймын ба, жоқ табам ба? Я тауып жатқан болсам, әрекет жасап жатқан болсам, таңертең шығып, өзімнің айтқанда екі қолға бір күрек деп әрекетім жасап жүрсем, әйел оны көріп жүретін болса, оны мысалға ойнап қоймасам ол ақшаны, ішіп қоймасам, ақшамды алып келіп, табысымды, отбасымды қамтамасыз етуге әрекетім жасап атсам, меніңше енді ондай бір наразылықтар болмауы мүмкін деген ғой, немесе әр жағында бір басқа нәрсе айтқысы келуі мүмкін да әйел адам. Сосын мысалы жігіттің тағы да бір ерекше енді қателік, мына жерде әкеп біраз жігіттер енді ақша табады да, әкеліп ақшаны әйелдің алдына тастап, енді әрі қарай өзің жеткіз деген нәрсе. Жауапкершілікті әйеліне тастауы мүмкін. Сосын ол әрі қарай жігіт кіріспейді. Жігіттің түсінігінде жақсы жағым дейді, мен берем тапсырып, бітті әрі қарай кіріспеймін дейді. Сөйтіп ол ақша жетпей қалады бір айға, келесі айлыққа дейін. Ақша қайда дейді ғой жігіт. Сөйтіп әйелді кінәлауының да бір себебі болуы мүмкін деген ғой. Сен ғой ақшаны аз тауып жүрген. Мен 4 күніме тасып атқан жоқпын оны. Өзіме бірдеңе алып атқан, бәрі осы бала-шаға отбасын алып жатырмын. Деген секілді осы жерде дұрыстар болуы мүмкін да. Яғни жігіт бұрышқа тақаған кезде. Яғни мына нәрселерді менің ойымша жігіт өз шешу керек қой. Әйелдің басын мындай нәрсемен қатырмау керек қой. Әйелдің нәзіктігіне былай айтқанда сын деп ойлаймын да бұл нәрсе. Әйел адам жалпы ауыр дүниелер ғой, аламызда үлкен жауапкершілікті, отбасына осыны енді бірдеңе қылып жеткіз деп белгілі сумманы әкеп, былай тартып, әйел адам бір ай бойы уайыммен ананы жаңа балабақша төлеймін ба, азық түлікке төлеймін ба, квартплатаға төлеймін ба, анаған жеткіземін ба, мына тойы бар, сыйлығы бар, біреуге туысқандарға беретін деген секілді сол жерде әйел адам өзі дал болуы мүмкін да. Қазір өзіңіздің отбасыңыздағы жағдайды анықтау үшін арнайы дайындалған тест бар. Сол тестті толтырып қатысам дейтін болсаңыз, онда астына комментарийге тест деп жазсаңыз болғаны.